Терек, попляр, популус, тополь. Талдар жанұясының жапырақтарын тастайтын тұқымына жататын, түр-келбеті слендерменге ұқсас тез өсетін ағаш түрі. Тез өсуі 40-60 жылға дейін жалғасады, содан кейін біртіндеп бәсеңдейді. Теректің биіктігі 45 метрге дейін барады, көбінесе 60-80 жыл, тек кейбір түрлері 120-150 жыл өмір сүреді. Табиғатта 110-ға жуық түрі бар. Будандастыру арқылы теректің тез өсетін көп түрлері алынған. Таралуы. Әлем бойынша терек ағаштары қоңыржай белдеуі бойынша жақсы жайылған. Қытайдың субтропикалық аймақтарынан бастап бариалды аймақтарға дейін барады. Америкада, оңтүстігі Мексикаға дейін таралған. Шығыс Африкада теректің бір түрі өседі. Еліміздің барлық аймағында кездеседі. Өзен жайылмасында, далалық жерлерде, тау етегінде, Абылайхан көшесінде, ауылдағы Баука братанның үйінің жанында көбінесе 15 түрі бар. Оның ішінде ақ терек, көк терек, қара терек, тораңғы және тағы басқалары. Бұған қоса ең танымалы, өздеріңіз білетін еліміздің көрнекті символдарының бірі болып табылатын бәйтерек ағашы өседі. Ботаникалық сипаттамасы. Орташа биіктігі 40-45 метрге дейін жетеді, және діңінің диаметрі 1 метрден асатын өсімдік. Бұтақ шоғыры шатыр тәрізде, жұмыртқа тәрізде, жұмыртқа пирамидальды және пирамидальды формаларға ұқсас болып келеді. Діңінің қабығы жарықшалы қоңыр сұр немесе қараңғы сұр түсті, бұтақтары тегіс сұр немесе зәйтүн сұр түсті болып келеді. Тамыр жүйесі мықты, бірақ көп бөлігі үстінде орналасқан және діңінің проекциясына алыстап шегіне өсе береді. Екі үйлі, кейде бір үйлі өсімдік, жапырақтары шықпай тұрып немесе онымен бір уақытта гүлдей бастайды. Жеміс беру қабілеті 10-12 жасында басталады. Гүлдері цилиндрлік, тігінен тұрған немесе салбыраған гүл сырғасы болып жиналған. Әрбір гүл сырғаның ілмешек қолтығы ішінде дамиды. Оның үстінде табақша немесе бокал тәріздестер аналығында, ал қатпарлары аталық гүлдерінде орналасқан дискі жайғасады. Жемісі қорапша 2-3 жармасымен ашылады. Тұқым ұрықтары ұсақ, сопақшалы немесе сопақша жұмыртқа тәріздес болып келеді. Қара немесе қоңыр қара түсті, ұзындығы 1-3 мм. Негіз жағында бір буда шоқ, сансыз жіңішке жібек шаштары орналасқан. 1 граммға шаққан ұрық саны 1000-ға тең. Қолданылуы. Терек сүрегі ақ түсті, жеңіл, жұмсақ, жақсы өңделеді. Көбінесе қағаз өндірісінде шикізат ретінде, жасанды жібек алуда, сіреңке сабаншылардың өндірісінде, фанера, жиһаздың жеңіл түрін жасауда, құрылыста кеңінен пайдаланылады. Оның тез өсетіндігіне байланысты тұрмыстық мақсатта отын үшін өсіреді. Күтімі. Терек ағашы құнарлы топырақты, күн көзін және ылғалды қатты жақсы көреді. Отырғызудың бірінші жылында және құрғақшылық уақытта айына 2-3 рет суарылып тұрғаны абзал. Ылғалды сақтау үшін дың шеберін жасап, әрбір суару сайын бұрпылдату керек. Жабындауды қарашірік, торф, жоңқамен әрбір суару мен бұрпылдатудан кейін жасаған дұрыс. Көбейтілуі. Вегетативті, атпа тамыры шыбығынан болсын немесе тұқымдарынан болсын көбейтіле береді. Күз кезінде қалемшелеу жолмен оңай көбейтіледі. Көгалдандыруда тез өсетін қасиетіне байланысты көше бойларына, жол жиектеріне көбірек отырғызылады. Аналық терек мамыр-маусым айларында мамық шығарып жер-көкті ластайды, әрі терек мамығына аллергиясы бар адамдарға қиындық туғызады. Сондықтан көгалдандыруда мамық шығармайтын аталық теректерді пайдаланған жөн. Қазақстанда берік қара терегі мен тораңғы өсімдіктері қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген.